Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай пышный үлпілдеген кекстер дайындайтын боламыз. Ешқандай таразысыз, ешқандай миксерсіз жасалады. Бір ғана кесенің көмегімен сала отырып, барлық ингредиентті осындай жұмсақ, өте дәмді кекс жасайтын боламыз. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ үлпілдек болып шығады. Бар болғаны 15-20 минуттың ішінде дайын болады. Осындай салмастан неше түрлі вареная сгущенка, шоколадная паста, варенье салсаңдар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге керек осындай кесе, орташа көлемде, және бір жұмыртқаға бір кесе толтырмай қантымызды саламыз, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ағарғанша араластырамыз. Біздің қантымызды, жұмыртқамызды, одан кейін бір кесе толтырмай сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап тағы да араластырамыз. Одан кейін бір кесе сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық майымыз жақсылап араласу керек. Мінекей, жақсылап араластырып жібереміз. Мінекей. Және де 2 кесе ұн керек. 2 кесе, жаңа осы кесемен, дәл осы кесемен 2 кесе ұнды електен міндетті түрде өткізіп алыңыздар. Сонда сіздің кекстарыңыз одан сайын пышный үлпілдек болып шығады. Мінекей, жақсылап араластырып аламыз. Және де ұнымызды салып болғаннан кейін міндетті түрде қопсытқыш салып жіберіңіздер. Қопсытқышты ұнмен бірге салсаңыздар да болады. Тағы да бір араластырып жібереміз. Бізде осындай қоймалжың масса шығу керек. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мінекей, осындай масса шығады бізде. Және де болған кекстің формалары керек. Осындай силиконды формада болады, немесе кез келген осындай бумажный формада жарай береді. Мен осындай бумажный форма пайдаландым. Ең бірінші бір ас қасық, немесе бір ас қасық жарым саламыз. Өте қатты толтырмаймыз, қыздар. Біздер қазір ортасына начинка салманы салатын боламыз. Сондықтан бір ас қасық жарымдай саласыздар. Барлығына салып шығасыздар, жетеді-ау дегенше. Және де менде ортасына осылай 3 желанияның сгущенкасы, вареная сгущенка, ортасына осылай бір жаңағы шай қасықпен салып шықтым барлығына. Және де үстінен бір ас қасық тағы да қамырымыздан, тестіміздан саламыз, үстін жауып тұру үшін. Мінекей, барлығына осылай салып аламыз. Өте көп толтырмаңыздар, себебі ағып кетуі мүмкін. Піскен кезде 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз, қыздар. Мінекей, кішкене қызаруы керек. Осылай пісіріп аламыз. Мінекей, біздің кекстарымыз дайын болды. Менде біреуі слишком өте көп, жаңағы көп құйып жүргендіктен осылай кішкене ғана ағып кетті, ештеңе етпеді. Ал басқалар болса осындай пышный үлпілдеген, күшті болып көтеріліп шықты, қыздар. Қазір мен сіздерге ортасын көрсететін боламын. Шынымды айтсам, бұл кекс мен балдарыма өте қатты ұнады. Жұмсақ болып шығады, қыздар, керемет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Оп-оңай, таразысыз, миксерсіз ешқандай жасалады. Салмасына әртүрлі өзіңіздің қалауыңызша салсаңыздар да болады. Салмасаңыз да, ештеңе салмасаңыз да өте дәмді шығады, қыздар. Ештеңе салмай-ақ осылай пісірсеңіздер де болады. Вареная сгущенка, ештеңе салмай-ақ қойсаңыздар да болады, қыздар. Өте дәмді шығады онда да. Мінекей, осындай жұмсақ бізде кекс шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып өзіңізде сақтап алыңыз. Әлі күшті рецепттер каналымда болады. Сондықтан тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.